спортпен айналыспағанбыз. Бұл жерде бір күш керек секілді. Енді күшімізге сенейін деп тұрмыз. Бүгін барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Кеше негізді бір сәл настроением түсіп қалған болатын. Бірақ үштің өзі күш демекші. Енді барынша тырысатын боламыз. Бүгін енді спортпен вообще дос емес адам. Қалай болады екен енді көреміз. Барынша тырысам. Қолдап жатқан жандарға өте қатты рахметімді. Бауыржан мырза, Балауса ханым, бүгін сол екінші кезеңге енді білмеймін, шынымен де кішкене қобалжу бар, қандай жаттығулар келеді екен деген секілді. Бір-бірімізден сұрап қоямыз арасында, не келеді екен деген секілді. Енді білмеймін мен, спортқа бармын ба, жоқпын ба, бұрыннан бір қалғаны бар шығар деп ойлаймын. Бұрын кезінде айналысқанмын, одан кейін енді биге оқуға түсіп кеттім. Сондықтан да кішкене әйтеуір ниетім бар. Мырза, Балауса ханым, Арунаға айтып кеткім келіп тұр да, бидің өзі спорт негізіндеші, оның өзі қаншама бір еңбекті талап етеді дегім келіп тұр. Сол үшін енді кеше күшті настроениемен қайттым, жақсы болды, кішкене шаршаған бар, бірақ та енді сыртқа шығып, жалпы қолдап жатқан жандарды көріп, көрші мемлекеттің елдері болсын, өзіміздің қазақ халқының жалпы қолдауларды көріп, бәрі андай шаршағаным, бәрі кәдімгідей басылып қалды. Барлықтарыңызға енді кешегі күннен кейін шынымен де арқамыздан бір сәл ғана жүк түскендей болды. Таныстыру кезеңінен аман есен бәріміз өттік. Енді бүгін спорт кезеңі, бірақ мен де өзім жайлы айта кетсем, мен мектеп кезінен бастап универде де мен дене шынықтыру деген сабаққа мүлдем қатыспаған адаммын. Қалай болады екен деп ойлап отырмын. Білмеймін енді, білмеймін. Уайымдап отырмын. Сізге қарасам, дене шынықтыру сабағынан шықпаған сияқтысыз ғой? Жоқ, мен ондай силовой нагрузкамен жасай алмаймын. Бүгін тағы да Бауыржан мырза, Балауса ханым. Қалайсыздар? Кеше таныстыруыңыз көптің көңілінен шықты. Ең әуелі Әділқазылардың көңілінен шықты. Одан кейін негізі қарсы жазып жатқан адамдар бар ма? Неге бұлай істедің, неге бұлай істеу керек еді деген секілді. Енді андай нәрсе ғой, бізде кеше көрдім, негізі бір 70%-дай қолдаған адамдар екен, бірақ әрқашанда бір жамандық жақсылықты жауып кететіндей бір ситуациялар болып жатады ғой. Бір сол нәрсеге байланысты енді хейт та көп жазылған екен, бір 30-40%-дай хейт. Енді дұрыс болмады. Пайызбен жақсы есептейді екенсі? Әдемі есеп. Тамаша. Сөйтіп дұрыс болмады, енді фонограмма болды ғой деген сияқты. Негізі жанды дауыста да айтуға болатын еді, енді бұйырса өнер келе жатыр деген сияқты. Бірақ бұл жерде енді таныстыру болғаннан кейін, ең біріншісі болғаннан кейін бір айта да алатын ем оны, бірақ кішкене андай ішімде үрей болды да, бір күшті қылам деп провал болып қалса не істеймін деген сияқты, өзі бір-ақ рет келетін таныстыру кезеңі деген сияқты. Бір сондай нәрсе болды. Енді әрине біз халықтың бір пікірінен артық асқан адамдар емеспіз ғой. Халық бізді осындай деңгейге көтеріп отыратын. Сондықтан барлығының өзіндік пікірімен келсем, қанша жерден мықты болып, қанша жерден керемет болып тұрсам да, өзінің қолдап отырған адамының мықты болған қалайды. Сондықтан айтып жатқан пікірлерімен енді өздігінше өздеріне дұрыс шығар, бірақ енді мысалы фонограммаға байланысты болса, бір шетінен айтып жатқан сіз түсіндіріп тұрсыз да, мен қобалжу болды ма дедім, дұрыс емес болып қала ма дедім, осылай істедім, бірақ өнерде мен деп қағыс қылып жатқан секілдісіз. Басқа да түрлері дегенде білмеймін. Сол фонограмма. Просто андайда мен жаман комментарий көрем ба, просто ол нәрсені өшіріп тастаймын. Андай көрсем нервім ауырады да, сол үшін лучше көрмей ақ қояйыншы деймін да осыны. Сонымен көріп қалғандарым солар болды. Енді Ақерке фонограммамен айтып еді, дұрыс болмады деген сияқты. Мен ойлаймын, ол жерде Әділқазылардың тек қана әнге емес, ол жерде назар аударғандары монолог та болды. Ол жердегі монологтың мағынасы, үстіңдегі киімің, бишілерің, барлық нәрсені бір полноценно қарап қойған бағалар. Негізі кеше көп біраз қыздарда да тоже фонограмма болды негізінде. Арунада да, бірақ таныстырулар болды негізінде, жақсы болды. Бірақ сенің ойыңша мысалы бір өзіңде ой болмады ма? Мына қыздарға неге аз қойды деген сияқты болды? Сұрағыңыз сіздің былай болып тұр ғой. Фонограмма айтқан жандар болды, бірақ былай келгенде барлық фонограмма болды. Тек Нұрай ғана, мен қателеспесем, жанды дауыста орындаған. Және де енді сен ән айттың, мен көрмей қалдым просто ол жерін. Аягөз ән айтып отырмын. Нұрай ән айтты, Нұрай ғана жанды дауыста айтты. Енді қалғандарын негізі мен мынандай нәрсе болды, Әлшер. Мен өзімнің сыртқа шыққан кезде үстімнен бір ауыр жүк түскен сияқты болды да, мен дұрыс қыздардың қандай өнер көрсеткенін де көрген жоқпын. Үйге барып та ондай нәрсеге уақытым болған жоқ. Сразу там заттарды жайғастырып, киімдерді магазиндерге апарып солай жүрдім. Бірақ андай болған жоқ. Мен қатты кәдімгідей былайынан осы жерде отырып зер салып қараған выступленияларым бұл мысалы Айнұрдың несін көрдім. Айдан Анкін мысалы мүлдем көрген жоқпын. Айгүлдікін ғана
кәдімгідей есімде сақталып қалды. Қалғандарыныкін онша қатты мен көрген де жоқпын, себебі ойымның барлығы сыртта болды да. Қыздар не істеп жатыр? Ал Аруналар шыққан кезде менде андай болды. Тезірек ұпай айтатын уақытқа келсек екен деген бір ішімде сондай. Мен негізі эмоциональный адам емеспін. Түрімнен андай қобалжу ештеңе байқалмайды. Бірақ мен іште ешкімді көріп отырған жоқпын негізі ол ситуацияда. Енді бірақ былайынан айтқанда енді барлығында фонограмма болды деген сияқты. Білмеймін, мүмкін тек қана әнге емес, общий көрініске сондай нәрселердің барлығына. Енді ол әділ қазылар ғой, ол жерде мен болғанда мүмкін басқаша баға қояр едім. Сен болғанда мүмкін басқаша баға қояр едім. Айтылды деген сияқты ғой. Енді мысалы Ақеркенің тарапынан ше просто андай кейбір моменттер тоже бізде түсінбей қалдық та, мысалы бәріне салыстырасың ғой қыздардың несін біз до конца көріп отырдық енді мысалы. И сол нәрсені өзінен бір сұрағым келді. Полео менде мысалы сен көп балл алсаң, бірақ бәріне де сол ана әңгімеге жаңа фонограмма жайлы айтылса, сен сол нәрсеге просто мен жауап просто ала алмай қалдым негізінде. Бұл жерде андай болмады ғой, правила болған жоқ қой. Сендер міндетті түрде жанды дауыста орындауларың керек деп. И фонограммамен айтқан жалғыз қыз мен болсам, и маған ең көп ұпайды қойса, мен ол жерде айтатын едім. Бұл нәрсе расымен де кішкене нечестно болып қалған сияқты деген сияқты. Өзім ішімнен де ойлап, жақындарыма айтатын едім, мысалы да, редакторыма барып айтатын едім. Жалпы барлық қыз фонограммамен айтты, мен ол нәрсенің себебін де айтып отырмын. Тек менде ғана емес, Айданадан да мен сұрадым. Сен кәдімгі өнерді оқып бітірген ол айтты, мен қобалжып қорқып қалам деп ойладым. Әлшер, бұл жерде мен ағылшын тілі пәнінің мұғалімімін. Мен иностранная филология, екінші оқыған мамандығым. Менің әнге ешқандай қатысым жоқ. Мен нота, ритм, ондай нәрсе, тональность дегендерді да дұрыс түсінетін адам емеспін да. И бұл менің просто табиғатымнан келген дауысым. Мен білдім, что менен көңілімнен шықпайтынын, егер жанды дауыста ол ән болса. Білмеймін, қыздардың бәрі үндемей отыр. Әлшер, сенің бір бүйтіп істеп отырған ұяттау сияқты. Жоқ, бір негатив емес. Жоқ, маған сол жазылған әңгімелерді айтып отырды. Мысалы, Әлішер былай айтса мен түсінетем, Ақерке сен деп. Бұл сұрап жатыр, ойланбадың ба деп ше. Қағида болған жоқ, бірақ дегенмен де солай ойлап отқан адамдар бар, осы жерде қыздар бар ғой деп тұр да. Қатысқан қыздар бар, олар айта алмай отқан шығар, бәлкім енді Әлішердің ойы шығар, енді көрерменнің ойы. Өзіңді кінәлі сезінбедің ба деген сияқты бір астар бар да Әлішердің қойып отқан нәрсесі. Жоқ деп, жоқ деп айтып отырмын, бірақ сондай бір сомнениемен енді халықтың жазған пікірлерін айтып отыр да. Енді әр адамның бұйырғаны да ол, бұйырғаны. Енді бүгін де мен тура сондай бал алып кетем, бір оған байланысты маған ренжіп, ойбай сен фонограммамен айттың, саған көп қойды деп. Қыздар ешқайсысы келіп бірдеңе айтып жатқан жоқ. Әркім өзі бір істей алғанша максималды. Мен де қарап тұрсаңыз, бәрі көбісі фонограмма болды. Енді қыздардың көбісіне ескертіп айтылды ғой, неге сен жан дауысты айтпадың деген кезде, Ақерке ол нәрсе айтылған жоқ, сен неге жан дауысты айтпадың деген нәрсе айтылған жоқ. Ескертіп айтылған кезде ол нәрсе айтылған жоқ та. Мен просто кімді Әлішерді қолдағым келіп тұрды осы кезде. Шынымен де қыздар енді саған барып, сенікі дұрыс емес, әділ емес деп айта алмайды ғой бәрібір де. Бірақ та саған көп балл қойылғаны кішкене мен білмеймін, өзім әділетсіз деп есептейтін сияқтымын. Өйткені кішкене барлық қыздарға деген білмеймін, енді бір жюриді кінәлай алмаймын әрине. Бірақ та мен басқа сен айтып отырсың ғой, көрініс істеп жатсың, не деп жатсың, ол жерде мен артық дүние көре алған жоқпын. Бекзат, енді мен саған сұрақ қояйыншы, қалай әділетсіз? Бұл көре алмаушылық емес, просто жай ғана өзімнің көрген көзіммен ғана айтып жатырмын. Бекзат, енді мен саған сұрақ қояйыншы, ол жерде екі әділ қазы қойды. Халықтың дауысы болған жоқ, менің таныстарым емес, менің Алматыда сендерден бөлек, өзім жүретін жігітімнен, жаңа подругаларымнан бөлек, бірде-бір танысым жоқ. Ол әділ қазыларды мен өмірімде бірінші рет па көріп тұрған шығармын. Мен мүлдем танымайтын бір әділетсіздік. Сен қазір тікелей жюрилер, әділ қазылар әділетсіз тұрғыда дауыс берді деген халыққа сондай ой тастап жатсың. Ол адамдар менің екі туып бір қалғандарым емес. Көргенде әділетсіздік деген сөзіңді просто обосной қандай мағынада ол әділетсіздік көрдің сен? Жоқ, бұл жерде негізі, ән жерде мен кімді қолдасам да Арунаны, бірақ та таныстыруда ұнаған маған Айнұрдың таныстыруы ұнатты. Бірақ та менің ұнағанымды олар қойған міндетті емес қой. Бірақ та бәрі біз өнер адам болғаннан кейін ол түсінеміз ол кісілерді. Бірақ та неге қойғанын мен біле алған жоқпын ол кісілердің. Саған не үшін жоғары балл қойғанын кішкене түсіне алмадым. Жаңа тағы айтып кетемін, ол көре алмаушылық емес. Жай ғана бұл ішімдегі ой. Білмеймін, енді Бекзаттікі қызық әйтеуір. Бекзат, сіз Арунаға жанкүйерсіз, бірақ сізге таныстырудан Айнұрдікі ұнайды және жоғары балл алу керек. Ал бірақ уәждің барлығы Ақеркеге. Енді жоғары балл алды ғой, бірақ нәрсе ғой, просто әр адамның вкусы әртүрлі деп ойлаймын. Просто біреулерге трагедия ұнайды, біреулерге басқа нәрселер өнер ұнайды деген сияқты ғой енді. Әркім көрген не қарап, әркімге әртүрлі. Жаңағы шыққан сахнасы өзін таныстыру өте бір жарқын. Мысалы, фонограммамен айтудың өзі бір өнер ғой. Сондықтан да мына жерде солардың ішінде салыстырмалы тұрғыда Ақеркеге жоғары ұпай берген сияқты дейсіз ғой. Иә, салыстырмалы түрде. Олай да ойлауға болады. Таныстық, махаббатты дәл осы сәтте ұмытпайық, өзіміздің мақсатты да ұмытпайық. Сол үшін ортаға біз Сержанды шақырып алайық.